Сәрсенбі, ақпанның 8-інде Алматы қаласында өтетін 28-ші қысқы универсиаданың кестесіне шолу. Шаңғы жарысы, ерлер арасындағы масс старт. Алатау шаңғы биатлон кешені. Алтын үшін күрес. Классикалық жүрісте шаңғышыларға 30 шақырымды бағындыру керек. Старт таңғы 10-да. Шайбалы хоккей, медаль үшін сайыстар. Халық арена мұз айдынында өтеді. 11:00-де қола жүлдегерлері анықталатын ойын басталады. Ал 15:00-де хоккей алаңында ең мықты командалар алтын үшін таласқа түседі. Осы ойындардың қатысушылары туралы ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан іздеңіздер. Алматы қаласында өтетін 28-ші бүкіләлемдік қысқы универсиаданың жабылу салтанаты. Өткізілетін орны Алматы арена мұз сарайы. Басталуы сағат 19:00-де. Қосымша хабарлаймыз. Жарыстар өткізілетін және жабылу салтанаты болатын аймақтарда көрермендердің көптігіне байланысты көлік қозғалысы қиындауы мүмкін.